Қайырлы күн, қадірлі қонақтар, киелі шаңырағымыздың білімді ұрпақтың тәлімгері, ұстаздар қауымы. Қайырлы күн, білім инновация лицейінің қарлығаштары. Армысыздар, ұрпағын арманға жетелеген ата-аналар, арманына қанат сермеген лицей шәкірттері. Баршаңызды оқу жылының аяқталуымен және түлектердің қоштасу мерекесімен құттықтаймыз. Бүгінгі күн қамкөңіл ата-ананың үмітке иек артқан күні. Бүгінгі күн ол көпті көңілін қимас көңілге толтырған ұстаздар күні. Ендеше аттан арда ұрпағын бақ жолына, түссін деп тура жүрер нақ жолына, сәттілік серік болсын деп тілейміз түлеп ұшқан түлектердің ақ жолына. Ұлдарың бар мақтануға өте лайық, біз бүгін мақтанайық, жарысалайық. Биылғы 2021 жылғы түлектерді құрметпенен қол соғып қарсы алайық. Алдарыңызға мектеп бітірерге отырған жас түлектерді салтанатты түрде ортаға шақырамыз. 11-ші А сыныбының түлектері, сынып жетекшілері Зинешева Мария атты Әлімжан қызы, Әбіләзім Абылай Сейдәзімұлы, тәрбиешісі Асыбаев Талғат Нұрдәулетұлы. Сыныпта 23 оқушы бар. Оның ішінде алтын бере үміткерлері Мақсат Дарын, Сидешев Бекзат. Үздік аттестатқа үміткерлер Қабаков Диас, Хаким Хамза. Сынып оқушыларының 2016-2021 жылғы оқу жылының білім додасындағы жетістіктері: облыстық пәндік олимпиада бойынша 32 жүлделі орын, республикалық пәндік олимпиадасынан 6 оқушы, халықаралық олимпиададан 4 оқушы орынды иеленді. Он бірінші Б сыныбының түлектері, сынып жетекшілері Гатаува Айсура Хайрош қызы, Алтынбек Нұрболат Алтынбекұлы, тәрбиешісі Бектас Санжар Ықыласұлы. Сыныпта 24 оқушы бар. Оның ішінде алтын белгіге үміткер Шенбай Алмаз. Үздік аттестатқа үміткерлер Мәліков Бегарыс, Бекболат Қайсар, Тасмұхамов Руслан. Сынып оқушыларының 2016-2021 оқу жылының білім додасындағы жетістіктері: облыстық пән олимпиадасы бойынша 27 жүлделі орын, облыстық ғылыми жоба сайысында 4 жүлделі орын, президенттік олимпиаданың республикалық кезеңі 2 оқушы, республикалық пән олимпиадасы 11 оқушы, республикалық ғылыми жоба сайысында 4 оқушы жүлделі орындар иеленді. Халықаралықтан 2 орын. Жиын Қазақстан Республикалық мемлекеттік туына сап түзе. Қазақстан мемлекеттік әнұраны орындалсын.
Сөз білім инновация мектеп лицей интернатының басшысы Сыламбеков Ерлан Талғатұлына беріледі. Намазды құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар және біздің түлектеріміз, ең баста осындай төл мерекемізбен сіздерді құттықтаймын. Себебі біздің бұл лицейіміздің ашылғаны 15 жыл болып жатыр және бұл бізде 13 түлектер. Ең құрметті оқушылар, сіздерге сәттілік тілеймін. Жолдарыңыз ашық болсын. Құда қаласа алдыңызда келе жатқан оқытудан жоғары дәрежеде балл алып, қалаған университетімізде түстіңіздер. Жалпы тоқталып кететін болсақ, жаңағыда айтып кетті. Біздің лицейіміздің көп орындар алып жатыр. Жаңа республикалық болсын, халықаралық деңгейде болсын. Және де онымен қоса 11 класстардан 3 оқушымыз алтын үміткері, 5 оқушымыз үздік аттестат үміткер. Соларға сәттілік тілеймін. Және де мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Сөз болашақ жүгін аманат қып арқалаған жас өркендерімізді құттықтауға, оқу жылының қорытындысымен озат оқушыларды марапаттауға директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Хамза Рақымжан Орынбайұлына беріледі. Құрметті ата-аналар, қадірлі мектеп түлектері, оқушылар, құрметті педагогикалық ұжым. Мінекей тағы бір оқу жылы өзгерістері мол, жаңалықтарға толы тағы бір оқу жылы аяқталып отыр. Бұл оқу жылы сіздер үшін де, біздер үшін де ерекше жыл болды. Бұл оқу жылының ішінде біз онлайнда оқыдық, офлайнда оқыдық. Яғни сан қырлы жағдайда білім алуымызға тура келді. Міне алдымызда енді сол оқу жылының нәтижесін қорытындылайтын сәттер келіп отыр. Барлығымызға да бұл оқу жылының қорытындысы алдағы мектеп бітіру емтихандарында, одан кейін ұлттық бірыңғай тест, яғни жоғарғы оқу орындарына түсуге мүмкіндік беретін сынақта үлкен сәттілік тілейміз. Өйткені мектеп бітіру емтихандары бұл біздердің осы жылдардағы, яғни негізгі мектеп бойынша, орта білім беру бойынша алған білімдеріміздің нәтижесі көрсететін болса, ал ұлттық бірыңғай тест біздің болашақ армандарымызға жетуге, алдымызға қойған мақсаттарымызға қол жеткізуге мүмкіндік беретін бірден бір қадамның біреуі болады. Сондықтан да құрметті біздің ата-аналарымыз осы жылдарда баланы бірге тәрбиелеп, оның болашағына жол ашып, ұстаз бенен ата-ана арасында бірлескен жұмыстың еңбегіміздің нәтижесін көретін тұстарымыз келді. Сол жемісіміз, нәтижеміз молынан болсын. Біздің шәкірттеріміз, яғни балаларымыз алдағы сынақтардан жақсы нәтиже көрсетіп, биіктікке қол жеткізсін деп тілектестік білдіремін. Құрметті шәкірттер, мектеп түлектері, қадамдарыңыз оң болсын. Әрқайсыңыздың жүрегіңізде үлкен мақсат, сенім болашаққа деген. Сол сенімдеріңіз нығая түссін. Алдағы сынақтардан жоғары нәтижеге қол жеткізіп, болашақ өздеріңіз армандарыңызға жетуге тілектеспіз. Қадамдарыңыз сәтті болсын. Сәт сапар. Рахмет. Оқу жылын өте жақсы аяқтаған жоғарыдағы оқушыларымыз Білім инновация лицейінің директорының 24 мамырдағы 31 бұйрығымен төмендегі оқушылар мақтау грамотасымен марапатталсын. 7-ші А сыныбында Кереев Әділбек, Маратов Темірлан, Көшер Дәурен, Жолдығали Дәрмен. 7-ші В сыныбында Жоген Диас, Валиев Әділхан, Есқабыл Мерей. 8-ші А сыныбында Мағзом Нұрберген, Үсенов Бекзат, Ербүлік Дәурен. 8-ші Б сыныбында Багдаш Валихан, Жалғаспай Мирас, Мергенгалиев Жарасбек, Тілеген Бейбарыс. 10-ші А сыныбында Аманжол Фархат, Базарбаев Досымжан,
Баймұхан Ернар, Мақсотов Жамбыл, Насибуллин Елдәулет, Талғатов Айбын, Темірғалиев Жаңгір, Уксукбаев Тимур. 10-шы Б сыныбында Жардиев Рахат, Серікқали Бейбарыс, Амантайұлы Алпамыс. Сынып келен 11-ші сыныптың озаттары, олар емтихандардан кейін сол деңгейлерін дәлелдеген жағдайда, яғни үздік аттестат және алтын белгімен марапатталады. Назарларыңызға рахмет. Жаңадан өткен жетістіктермен құттықтаймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Құрметті ата-аналар, қатысушы қонақтар. Басты байлық баянды білім. Еліміздің көк байрағын көкке көтеретін, білімді жастарымыздың білім мен достықты насихаттау мен нығайту мақсатында өтетін халықаралық, республикалық, облыстық деңгейдегі 2020-2021 жылғы білім олимпиадаларынан алтын мен күміс қола медалін 50 оқушымыз иеленіп, жетістікпен оралды. Халықаралық білім олимпиадасына 3 оқушымыз қатысып, 3 оқушымыз жүлделі орынға ие болды. Облыстық білім олимпиадасына 58 оқушымыз қатысып, соның ішінен 31 оқушымыз жүлделі орынға ие болды. Жеңіспен оралды. Республикалық білім одасына 17 оқушымыз қатысып, 6 оқушы жеңімпаз атанды. Лицейіміз облыс білімі сапасын арттыруда өз үлестерін қосып, үздік олимпиада командасы деген атқа ие болды. Алып жетістіктеріміз үшін қошеметтеп қоялық. Ендеше осы білім додаларындағы орасан зор жетістіктерді марапаттауды лицей басшысы Ерлан Талғатбекұлын ортаға шақырамыз. Он жетінші халықаралық Жәутіков олимпиадасынан орын алған оқушылар. Алмаз Шынбай, күміс медалі. Мақсотов Жамбыл, күміс медалі. Уксукбаев Тимур, қола медалі. Келесі жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың жүлдегерлері. Уксукбаев Тимур, физика пәнінен 3-ші орын. Мәулет Әділет, биология пәнінен 3-ші орын. Абдрашид Ершат, информатика пәнінен 3-ші орын. Тасмуханов Руслан, химия пәнінен 3-ші орын. Шынбай Алмаз, информатика пәнінен 2-ші орын.
Мақсотов Жамбыл информатика пәнінен 1-ші орын. Келесі, оқушылар арасында өткізілген республикалық онлайн фристайл турнирі кезінде тамаша ойын өрнегін көрсеткен Хамза Хаким 2-ші орын. Оқушылар арасында өткізілген республикалық тоғызқұмалақ онлайн турнирі кезінде тамаша ойын өрнегін көрсеткен Илубаев Дәулет 2-ші орын. Түлектердің қанаттары талмасын, көк аспанда қыран болып самғасын. Ақ жол тілеп барша мына ұлдарға, ата-ана ақ батасын арнасын. Өз перзентін жүрегінің дүрсілінен танитын білім ордасының үштаған серігінің бірі 11-ші сынып түлектері ата-аналар атынан Сүндетов Жарас Мақсотұлы және Орынғалиева Айгүл Шамеки қызына сөз беріледі. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті ұстаздар, қонақтар, ата-аналар және бүгінгі мектеп бітіріп жатқан түлектер. Бәріңізді бүгінгі күнмен құттықтаймыз. Бәріңізге алғысымыз шексіз. 7-ші сыныптан қашылап алдыңыздар, кішкентай балаларымызды бүгін үлкен ер азамат болып шығарып жатсыздар. Әрбір тәрбиешіге бүгінгі күнге дейінгі 7-ші класстан бастап әрбір класс жетекшілерге бар аттарын жеке-жеке айтақта артық етпей, әрбір ұстазға алғысымыз шексіз, бәріңізге ейліп алғысымызды білдіреміз. Біздің балдарымызды шынымен де ер азамат болдыңыздар. Бұл бөлек ер балалардың оқуы, шыны керек әскердің бір бөлігі деп айтуға болады. Өз еріктеріңізбен, өз-өзіңізге қарап, әрине ең бастысы жақсы білім алдыңыздар осы жерден. Бүгінгі күнге дейін болған және де атап айтып кетсек, бірінші күннен бастап болған әрбір директорлерге, Алмаз бейге, Сәкен ағай, Арман ағай, бүгінгі директорымызге, Иран ағайға, бәріңізге рахмет айтамыз. Балдар, сіздерге жолдарын ашық болсын дейміз. Сіздер біздің Қазақстанымыздың болашағысыздар. Әрбіреуіңіз өзіңіздің таңдап, жақсы көріп, таңдап кетіп бара жатқан мамандықтарыңыздың шынайы иесі болып, біздің Қазақстанымызға үлкен үлестеріңізді қосыңыздар. Бәріңізге де алдағы уақытта тек қана жақсылық тілейміз. Пандемия бітсін. 11-ші класста өте жаңа айтқандай қиын білім алынды. Офлайнда, онлайнда болды. Көп рахмет. Және де мына айтып кететініміз көп көзге көрінбей қалады. Шыны керек, бұл жерде қызмет еткен балдар үшін қызмет етті білеміз. Жаңағы есіктің алдынан тұрған күзетші ағайларымыздан бастап, іште тазалықты қарап жүрген апайларымыз, әрбір осы жерде қызмет еткен әрбір адамға, әрбір бәріңізге жеке-жеке рахмет айтамыз. Алғысымыз бәріңіз шексіз. Және де ата-аналарымыз, сіздермен бізде бір отбасы болып қалдық. Шыны керек, бұл лицейдің бір ерекше бір айырмашылығы, артықшылығы ата-ана мен мектептен қарым-қатынасы. Бізде де 7-ші класстан бастап басымызды біріктірдіңіздер, мұғаліммен, оқушымен үш жақтан қарым-қатынас жақсы болды. Біздер де ата-ана жағынан ешқандай бір жаңағы жерге қаратпады деп есептейміз. Қазақстанның почти барлық қаласына спорт жағынан да барып қайттық. Және де ешбір жерден жеңіссіз келген жоқпыз. Бар жерден как минимум 2-ші орын алып келіп тұрдық. Волейболдан да, барғаннан да. Сондықтан біздер ойлаймыз,
есептейміз жаңа балдарымызға ата ана ретінде біздер шынайы үлгі бола алдық деп біздер мақтан тұтатындай. Енді осы соңғы балатын былтыр Жаңаөзеннен кейін біздер Қызылордаға жолдама алып едік. Үлкен жарысқа, онымен пандемия болғасын бара алмай қалдық. Уақыт бөліп тыңдағаныңызға көп рахмет. Бәріңізге сәттілік тілейміз. Қымбатты ұлағатты ұстаздар, армандары алаулаған ардақты түлектер, жүректерінің жұлдыздары жанған ата-аналар. Бүгін білім мерекесі, білімдік бар биікке шығаратын саты. Ал бесіктен шығып, есіктен аттаған баланың тұңғыш түсер топтық ортасы, білім ордасы мектеп. Ал мектептің ізгі ізі ұстаздар. Иә, қанша жерден патша болса да, баласының ұстазының алдын кеспейді дейді гректің ғұламалары. Ал қазақ халқында бұны алталаштың игі жақсысы бас қосса, төрдегі орын ұстаздікі деген мағжаннан асырып айта алмаймыз. Өйткені барлық мамандықтың анасы мұғалім. Біз бүгін сол ұстаздарға баға бере отырып, ұрпағымызды бағалаймыз. Ендеше бұл күнде барлық шаруасын бала тәрбиесіне алмастырған ұстаз қауымын ұлықтау, сыйлау әрбір өсер ұрпаққа да, ата-анаға да міндет болса, біз ата-аналар Орал білім инновация лицейі ұжымына, ол жаңа ғана ата-ана айтып өткендей, есіктің алдынан басталады, яғни күзетші ағайларымыз, тазалықшыларымыз, дәрігерлеріміз, аспазшыларымыз, ал ең биік жоғары сатысында тұратын ұстаздарымыз, тәрбиешілеріміз. Оның ішінде 11-ші В сыныбының ұстазы, класс жетекшісі, кешіресіздер, сынып жетекшісі Нұрболат Алтынбекұлы, Айсура Қайрош қызы, Санжар ағайымыз, сіздерге әрбір балаға өнеге, арман, бағыт берген үшін алғыс айтамыз. Осы білім инновациясы қашанда үздіктердің үздігі атана беріңіздер. Шәкірттеріңізге шыңдай биік алып бола беріңіздер. Бүгінгі күн ешқандай мерекемен тең келмейтін, білімнің асқар шыңына жетелейтін, қайталанбайтын күн. Бүгін осындай рухы таза, ойы биік ұстаздарымен, оқу ордасымен, жыл тұлпарлары, дүлдүлдері 20-21 жылдың түлектері қоштасады. Иә, өмірдің желкілдеген құрақтары, ата-ана мен ұстаздардың армандарының астасқан асулары сіздермен бірге. Әрқашан сіздер биікке туқадаңыздар. Ауылына қарап, азаматын таны деген қазақ халқы. Сіздер қайда жүрсеңіздер де, қандай болсаңыздар да, осы жайық еліндей өрісі кең құшақтан шыққандарыңызды ұмытпаңыздар. Туған жер, туған ана тілдеріңізді, өскен орталарыңызды мақтан ете жүріңіздер. Қадамдарыңызға сіздердің сәтті сапар, өмірлеріңізге құтты қадам тілейміз. Жұлдыздарыңыз жансын, жетістіктеріңізге қол жеткізіңіздер. Өмірден өз орындарыңызды, азаматтық жігерлеріңізді мұқалтпай табыңыздар. Асқар шыңдарды бағындырыңыздар. Бұл ата-аналардың сіздерге тілектері, сәтті сапарға деген ниеттері. Сондай-ақ, бүгін осы жерде, осы мектептің 9-шы сынып балалары да қатысып отыр. Біз 11-ші сыныптың шәкірттері атынан сіздерге аманат тапсырамыз. Мейірімінен шуақ төгілген ұстаздар сіздерге аманат. Жалғайтын арман таңдарға, сағыныш сендерге аманат. Жастанып кейде ұйықтаған кітабым сіздерге аманат. Көрінбейтін шимай шатпақтан дәптерлеріміз сіздерге аманат. Бірде жеңіп, бірде жеңілген жарыстар сіздерге аманат. Сыралған тұнық сезімнен өлеңдеріміз сіздерге аманат. Аулада тұрған талдар да, сыныптағы гүлдер де сіздерге аманат. Үлгілі тәртіп,
үздік оқу ізбасарларымыз сіздерге аманат. Желбірейтін биікте алтын ұяның туы сіздерге аманат. Үзіп үсте соғатын қоңырау сіздерге аманат. Ал бүкіл мектеп ұжымына, бүкіл ұстаздарымызға ата-аналардан құрмет. Келесі алдарыңызда түлектердің сый тартуы, ана мен ұлдың вальсі. Қарсы алыңыздар. Ошон теңиз тилектер
арнасын тоғыстырып, мектеп бітіруші түлектер атынан Кабаков Диас пен Бекболат Қайсарды ортаға шақырамыз. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, мұғалімдер және оқушылар. Міне, тарыдай 7-ші сынып болып келген лицейімізді тәмамдап жатырғанбыз. Әрине 5 жыл көзді ашып жұмғанша өтті де кетті. Алайда өкінуге мүлде болмайды. Осы жерде өткізген 5 жылымыз есімізде, жүрегімізде мәңгілікке қалады. Лицейде мекенді таппаспыз, мүмкін. Бірақ осы жерге түсіп, оқу, білім, тәрбие алғаныма шүкіршілік етемін. Бізге 47 оқушыға осы 5 жылды өткізу бұйырды. Және сол уақыттың ішінде талай нәрсе болды. Жеке мен үшін лицейдің орны бөлек. Бұл жерде мен адам болып қалыптасып, болашаққа, ересек өмірге дайын, санасы дұрыс қалыптасқан, тәрбиесі оң тұлға бола келдім. Осы жерде мен ең алдымен мұғалімдер мен тәрбиешілерге үлкен алғыс айтқым келеді. Әр мұғалім, әр тәрбиеші жеке өзіндік тәжірибесін қолдана отырып, бізге өз білгенін үйретті. Бізге дұрыс жолды нұсқады. Және сол үйреткенді әрбір сыныптасым дұрыс қабылдай білді деген ойдамын. Мұғалім тәрбиешілерден кейін өз сыныбыма үлкен алғыс айтқым келеді. Өйткені әрбір 22 оқушының өзіндік жақсы мінезін мен өзіме үлгі ретінде алған едім. Лицейден кеткеннен соң жоғары оқу орнында осы бауырларымсыз өзімді елестете алмаймын. Себебі әрдайым оларды өз қасымда көру мен үшін әдет болып кетті. Менің отбасымдай. Бірақ әрбір жақсы кездің өз аяғы бар. Оларға тілерім тек жарқын болашақ, алдағы келе жатқан сынақтардан сүрінбей өтіп, өз арман мақсаттарына жете берсін. Бауырластығымыз арақашықтықта да жалғасады деп сенемін. Қандай да жағдай болмасын, бір-бірімізді тастамайық, және қолдау керек болған кезде хабарда болайық. Бір отбасының мүшелері бір-біріне қолдау көрсетпегенде басқа кім көрсетсін. Келесі бөлек шексіз алғысымды ата-анама арнағым келеді. Мені қанатта қақтырмай, тұмсықта шоқтырмай, бағып-қағып, ешбір достарымнан қалмасын деп барлығымен қатар жүргізді. Лицейге түсер кезде де өздерінің қолдауын көрсетіп, мені алдыға жетеледі. Міне олардың арқасында Қазақстанның жетекші оқу орнының бірін бітіргелі тұрмын. Осы жерден алған білімімді жетілдіріп, ересек өмірде мақсатыма жетіп, ата-анам маған жасаған барлық нәрсені 100 есе, 1000 есе көбірек етіп қайтаратыныма ант етемін. Сөзімді қорытындылай келе лицейіме, екінші үйіме алғыс айтамын. Сондай-ақ өзімнен кейін келе жатқан інілерімізге бір сөзімді арнағым келеді. Оларға айтарым, ешқашан еңселеріңді түсірмеңдер. Тек қана алға. Лицейде өткізген әрбір күнді есте сақтаңдар. Қадірін түсіне біліңдер. Уақыттарың бар кезде пайдамен өткізіңдер. Сыйластықты ұмытпаңдар. Және де сендерден бізге көрсеткен сыйластықтарың үшін алғыс айтамын. Барыңыздың назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта жүздесулер жиі болып тұрады деп сенемін. Қош болыңыздар. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, ұстаздар. Құрметті ата-аналар, ұлылар ұлықтаған ұстаздар. Тәрбиемен сусындатқан тәрбиешілер және де жүрегімнің түбінде алтындай жапырап тұрған сыныптастарым. Бүгін міне ұядан ұшатын күн, жаңа өмірге қанат қағып барамыз. Лицейдегі әрбір күнімізді қуаныш пен бақытқа толы өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, ойнадық, күлдік. Енді ер жеттік, білім, тәрбие алдық. Істеген ісіміздің жемісін көрдік. Кеше ғана лицей табалдырығын жанаттаған бүлдіршіндер едік. Бүгін міне жас буынымыз қатайып, ер жетіп, алдарыңызда сөз сөйлеп тұрмыз. Тіпті уақыттың қалай зулай өткенін байқамай да қалыппыз. Жарық дүние сыйлаған ата-ана, өз бауырларыңыздан алып лицейге бергендеріңізге әрқашан риза болып өтемін. Ұлағатты ұстаздар, бізді білімдерімен сусындатып, тәлім тәрбие беріп, жақсы қасиеттерді бойымызға даратып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар бергендеріңізге мың алғыс. Әке орнына әке, ана орнына ана болған қымбатты тәрбиешілерім.
Жалғыз кезде демеу, қиын кезде қорған бола білгендеріңізге шын жүректен рахметімді айтамын. Ал 5 жыл бойы бірге болып, бір нанды бөліп жеген бауырларым, сендердің ендігі өмірлеріне тек қана сәттілік тілеймін. Аңсаған армандарына қол жеткізіп, әр саланың мықты мамандары болып, еліміздің көркеуіне үлестеріне қоса беріңдер. Құрметті ұстаздар, мың алғыс сізге. Білім жолында тәрбие берген үшін бізге. Ойнадық, күлдік, әлі талайға жетеміз. Мектепті бітірсек те лицеймен біргеміз. Алдарыңызда 11 сыныптардың атынан флешмоб. 기다려, baby. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. All we need is somebody to lean on. Kaygısın şanımız gelen Kavasan büyük benim hey! Kaygısın şanımız gelen Kaygısın şanımız gelen I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my Bang, bang, bang. 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 Bang, bang, bang.
тіршілік осатады жаңа таңдар алмақшы алақандар, өмір деген биікке дара самғар, шағала боп оралатын балапандар. Арқа сүйер ағам менің тірегім, бүгін міне саған ақ жол тіледім, мақсатыңа межелеген жете бер, аспан ашық шаттыққа толы жүрегім. Дей келе 9 сынып оқушылар атынан 9 сынып оқушысы Азаты Озат облыстық тоғызқұмалақ ойынының жүлдегері Елубай Дәулетті ортаға шақырамыз. Құрметті ағалар, бүгінгі күннен бастап сіздер мектеп өмірін артта қалдырып, алдарыңызда күтіп тұрған жаңа өмір сынақтарына қадам баспақсыздар. Сіздерге осы күнге дейін бізге берген барша ілтипаттарыңызға, аса тиімсіз тәрбиелеріңіз бен дұрыс жолға шақырғандарыңызға алғысымыз шексіз. Барша інілердің атынан сіздерге ақ жол, бұл өмірде тек өздеріңіз қалаған мамандықтарыңыздың білікті мамандарыңызға және де ешқашанда төменге қарай түспей, тек алға қарай жүрулеріңізді тілектеспіз. Еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Тек алға. Міне, 11 жыл бойы сыңғырлаған бірнеше рет қоңырауын естідіңіздер. Бұл қоңырау алғаш білім нәрін ізденуге сыңғыр қақса, ендігі сәтте қимастықпен үн қатады. Бүгінгі қоңырау мектеп түлектері сіздер үшін соңғы қоңырау болмақ. Білім қоңырауын соғу рәсімін халықаралық, республикалық, облыстық олимпиадасының физика пәнінің жүлдегері Шынбай Алмазға табыстаймыз. Сыңғырла, сыңғыр қоңырау, шуақты күн астында, мектепте еске ал осынау, жүректер құшақ ашысында. Гүлдерге толы омырау, қағылмақ соңғы қоңырау, сыңғырла, соңғы қоңырау. Құрметті жас түлектер, болашақта білімді, білгір жастар адамзат өркениетіне кірпіш болып қалатындарыңызға сенімдіміз. Осымен салтанатты соңғы қоңырау жиынын жабық деп жариялаймыз. Жазғы демалысты жақсы өткізіп, келесі оқу жылына амандықпен жолыққанша сау, саламатта болыңыздар. Бұл өмір өтіп кете, судай боп арнасынан мөлдіреп ақса керек. КТЛ бұл судың тармағындай, жүрекке кірбің салмай, көңілді тапса керек. 5 жылдың қадірін біл, бойыңнан тапсаң зерек. Мұнда сен неге келдің? Тәрбие, білім емес пе іздегенің? Бұл жердің қадірін біл, іздесең дос табарсың, өмірде бірге жүрер бауырым деп. Сағынам сол бір сәттерді, лицейме алғаш келгенді. Еске аламын сол бір күндерді, ата-анамды қимай кеткенді. Достарыммен танысып бірге, қадам бастық сол бір күндерге. Қылығымыз бір сәт өзгеріп, тәлім алдық әбейсіздерден. Қимаймын сол бір кездердің, өте тәтті балдай күндерін. Сағынамыз ұстаздарды шын, барын салып үйренсін деп біз. Тәрбиеміз оңалып күнде, адам болдық өстік бұл жерде. Дүниеден іздеп шарлап